Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Және бүгінгі тақырыпты мен кредитке арнағым кеп отыр, себебі үнемділікке қатысты курсымыз ашылғаннан бері ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі қашан кредит алуға болады, және жалпы мүлдем алмау керек пе, немесе алуға болатын кездер болады ма, яғни осы сұрақтарды мен ашқым келіп отыр. Ең алдымен бұл видеоны бастамас бұрын міндетті түрде актив және пассивке арналған мына жақта сілтемесі шығады, сол видеоны көріңіздер. Ол жақта мен актив және пассив туралы осы екі ұғымды ашып айтқан болатынмын, және сол видеоны көріп болғаннан кейін бұл видеоның құндылығы бірнеше есе арта түседі. Соның ішінде мен видеода айтып өткен болатынмын, актив ол бізге ақша алып келетін дүниелер, а пассив керісінше біздің қаражатымызды азайтып ақшаны кетіретін минустар. Оның ішіне жаңа ипотека кіру мүмкін, кредиттер, проценттер, ломбардқа берген дүние, яғни оның барлығына біз ақша құямыз. Дегенмен кредитті алу керек кездерде болады, оған кішкене сәл кешірек тоқталамын. Дегенмен кредитті не үшін алмау керек, соған кішкене тоқталсақ. Өкінішке орай, қазіргі статистика бойынша біздің Қазақстан мемлекетіміздің әрбір ересек адамның екіншісінде басында кредит бар екен. Бұл өте өкінішті жайт, себебі қарап отырсаңыздар, халқымыздың 50% үлкен балаларды айтпаймыз, бірақ үлкен адамдардың ішінен барлығы кредитте отыр, және барлығы қарап отырсақ пассивте отыр. Не үшін кредитті адамдар алады? Емінші соған тоқталайық. Көбінесе не үшін аламыз? Басқа адамдардан кем болмау үшін. Ана жақта көлігі бар, ана көршімде үйі бар, мен неден кеммін, мен барып соны алайын дейді. Оған дейін өзінің қаражатын есептемейді, қаржылай жоспар құрмайды, тек қана сыртқы көз қарасының ойын өзімен байланыстырып, соған кетіреді. Яғни өзіне керек емес болса да, өзінің шамасы жетпесе де алып алады. Кейін осы бірінші кредит алғаннан кейін бұл қарызы жабуға басқа қарыз алынады, бұл қарызы жабуға тағы қарыз алынады. Енді 3 қарыз жиналып қалды, оны жабуға тағы 4-ші қарыз, сөйтіп кете береді. Сондықтан кредитті ондай мақсатта алғыңыз келсе, оған ешқашан жоламаңыздар. Яғни ол міндетті түрде сіздің қажеттілігіңізге арналып, ол актив бола алатын дүниеге ғана салсаңыз болады. Бірақ егер сіз кредит алатын мақсатыңыз пассив болса, яғни сіз біріншіден кредит алып, оған процент төлеп, ол кредиттің өзі сізге пассив болады. Одан басқа сіз кредитке алған заттың өзі де сізге пассив болып, оған ақша жұмсауыңыз керек. Яғни сіз 2 есе бір затты ала отырып, 2 есе қарызға батып отырсыз. Сондықтан кредитті ешқашан пассивке алуға болмайды. Екінші жайт, бұл көбінесе мынау көп адам, мен шаршадым, шетелге барайын, демалайын, тағы да қайтадан өзінің бір қалауына кредит алу. Бірақ ол қалауы кейін кредитті жабуға ақша бермегендіктен ол да пассив болып саналады, және көп жағдайда сіз егер бір нәрсеге ақшаны жеткізіп оған нетпесеңіз, онда сіз әлі толыққанды жұмыс жасамадыңыз. Яғни шаршамадыңыз, әлі демалуға кішкене ақша жинау керек. Яғни тағы да кішкене жұмыс істеп барып, ақша жинап барған жөн. Ал кредит алатын болсаңыз, ол сізге басыңызға тағы да қосымша бір қарыз болады. Және тағы да бір үлкен кредитті берілетін бөлімдердің бірі бұл әртүрлі техникаларына. Ол сол кір жуу машинасы болуы мүмкін, тоңазытқыш болуы мүмкін, сол бір теледидар болуы мүмкін. Сіз осы кредиттерді алмас бұрын ойланып көріңіз, сізге қаншалықты үлкен теледидар керек болады, егер сіз оны төлеп кредитін жабу үшін, мысалы 1-2 ай бойы аштан отыруыңыз керек. Ол қаншалықты дұрыс? Одан басқа теледидардың энергия жейді, миымызды топас қылады, яғни әртүрлі бір керек емес дүниелерді көрсетіп, яғни кейбір затты кредитке алмас бұрын, ол сізге қаншалықты қажет емес, соны міндетті түрде өзіңіздің фильтріңізден, сұрақтарыңыздан жауап бергендеріңіз жөн. Енді ипотекаға арналған бөлек видеолар да болады алдыңғы уақыттарда. Оған теманы ол тақырыпты бүгінгі сабақта мен ашпаймын, бүгінгі видеода ашпаймын. Бірақ енді жайлап қашан ондай болса кредит алуға болады, соған тоқталсақ. Енді кредит алмас бұрын біз мақсатымызды айқындап алу
алуымыз керек дедік, иә. Егер ол пассивке кететін болса, ол кредитті алмаймыз. Бірақ егер кредит активке айналатын болса, сол бір көлікті алайық, иә. Егер сіздің мақсатыңыз көлік алу, тек қана жаңағы көршіңіз, досыңыз, солардан кем болмау үшін менде бір күшті көлік алайын деп таңдап алсаңыз, иә, яғни одан сіз ешқандай ақша алмайсыз. Керісінше ол көліктің страховкасын төлейсіз, шинасын ауыстырасыз, техосмотр өтесіз, яғни көбірек шығын болғандықтан, ондай болса, ондай жағдайда ол кредитті алудың қажеті жоқ. Бірақ сіз мысалы бір жеткізу компаниясына жұмысқа тұрайын деп жатырсыз, иә, немесе Яндекс такси, немесе жаңа бір таксидің түрлерін, яғни сіздің басты алатын затыңыз ол актив, яғни сізге ақша табу үшін қажет болса, онда ол көлікті алуға болады, иә. Яғни сіз ол көлікті аласыз, ол көлік арқылы көбірек ақша табасыз да, кредитті де жабасыз, және көлігіңіз де болады, және жұмыс көзі, ақша көзі ретінде болады, иә. Ондай болса, сіздің көлігіңіз сіздің кредитіңізді жабады. Тура сол секілді, енді өзімізге қатысты тәжірибемен де сіздермен бөлісейін. Бұл қазір мен айтып жатқан мынау камера. Енді біз оқу орталығын ашып, онлайн болғандықтан видеолар көп түсіретіндіктен бізге камера бұл әрқашанда қажетті дүние болып есептеледі, иә. Және де сапасы, тура сіздер жаңа көріп тұрғандай өте сапалы болу үшін, мен былай бұлыңғыр болып, дауысым сіздерге анық естілу үшін петличкамыз алып деген секілді барлығы жақсы және де жоғарғы сапада беру үшін бізге камера өте қажетті болып шықты, иә. Дегенмен ол камераны егер біз арендаға алатын болсақ, оның күнделікті бір күнге қолданылған уақыты мысалы 8.000 теңгеден жоғары, иә. Және әрқашан мен бір видео сіздерге түсіру үшін құр камераны, мен сіздерге айтайын, мынау жалпы мен отырған жердің жалға деген ақшасы, жарықтың ақшасы, жалпы менің уақытым деген секілді оларды есептемегеннің өзінде мен құр камераның өзіне күніне 8.000 теңге төлеуім керек еді. Сондықтан ондай шығын ол бізге пассив болғандықтан, иә, біз камераны мейлінше өзімізге актив ретінде оны рассрочкаға алдық, иә, яғни кредит алдық. Осы кезде кредит ол керісінше пайдалы. Яғни мен камераны күнделікті 8.000 теңге төлеп отырып, мысалы өзіміз камера алғанға дейін белгілі бір уақытқа дейін көп ақша жұмсап қойсам, мен одан да ол ақшаны бұл камераның бізге банктен бізге көшуіне дейін мен одан да ол ақшаны осылай құямын, иә, өзіне. Сондықтан дәл қазіргі кезде бұл камера маған актив болғандықтан біз оны рассрочкаға алдық. Және де ең күштісі, кей кездерде рассрочка бар. Бұл мысалы біз егер камераны сатып алғанша ақша жинап, оған бір жыл кеткеннен кейін барып камераны алғаннан гөрі, кейде рассрочка мен кредиттің беретін мүмкіндігі, бұл сіз толық камераның ақшасын төлегенге дейін сіз онымен пайдаланасыз, яғни мен осы бір жылдың көлемінде сіздерге арнап көптеген видеоларды түсіріп тастай аламын, иә. Сондықтан кредиттің де кей жағдайларда өзінің плюстары болады. Ал егер сіз арнайы каспи жұма секілді, яғни процентсіз тек қана камера, мысалы сіз ақша жинап барып, мысалы 800 мыңға алсаңыз, және де рассрочкамен бірақтан бөліп 800 мың теңгені төлесеңіз, онда сіз банкке артық ақша төлемейсіз. Сіздерде ең басты мақсат өзіңіздің дисциплинаңызды сақтап, әр ай сайын белгілі бір күнін өткізіп алмау. Себебі рассрочка беріледі, бірақ оның ішінде де өзінің шарттары бар, яғни егер сіз белгілі бір келісілген күннен сәл кешіксеңіз, онда пеня жүріп отырады. Сондықтан сіз кез келген зат рассрочкаға алғанның өзінде де мұқият болғандарыңыз жөн. Сондықтан камераның кредитке алғаны ол бізде керісінше пайдамызға асып актив болып табылады. Сондықтан сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, яғни кез келген бір кредит алмас бұрын, мінекей достарым бәрінде iPhone бар, менде де iPhone болу керек деп кредитке батып кейін өте бір жарамсыз, өте арзан тамақ алғаннан гөрі денсаулықта маңызды, ол сізге қаншалықты зат қажет емес, соның барлығын есептеп барып қана кредит қаншалықты сізге қажет, соған ғана мән беріп, қаржылай сауатты, жақсы шешім қабылдайтын болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Назерке, алдыңғы видеоларда да сіздермен әртүрлі
пайдалы ақпараттарда бөлісуде көрісетін боламыз. Каналға жазылып қойыңыздар, себебі дәл осы YouTube каналда сіз қоңырау белгішесін басып қойсаңыз, сізге әрқашанда қызықты ақпараттар ең бірінші күні салына салысымен сізге хабарлама келіп отыратын болады. Ондай болса, алдыңғы сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.